Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Асел. Бүгінгі видеода осындай апельсиннен тәтті варенье жасайтын боламыз. Түсін қараңыздар, қандай әдемі, дәмі, тәтті, қышқыл болып келеді. Өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Алдағы уақытта менің осындай ерекше қызықты видео рецептілерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, яғни қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл вареньені жасау үшін маған 2,5 килограмм осындай апельсин қажет болды. Апельсинді таңдаған кезде осындай сочный түрін таңдайсыздар, яғни сырты осындай жылтыр, тегіс болып келуі қажет. Сол кезде вареньелар сочный болып шығады. Ең алдымен осы апельсиннің сыртын тазалап аласыздар. Бұл вареньені жасауға мен 12 дана апельсин алдым. Оның екеуі жарамсыз болып шықты. Видеода көріп тұрған 2 апельсиннің іші кеуіп кеткен болып шықты. Сондықтан апельсин таңдағанда өстіп сырты тегіс, ұстағанда прям мыжылатындай сочный түрін таңдаңыздар және піскен түрін таңдаңыздар. Сол кезде апельсиннің қабығы өстіп оңай ағы жабыспай ашылатын болады. Ең алдымен апельсинді өстіп қабығынан тазалап, ағынан жақсылап тазалап, 3-4 бөлікке бөліп, сүйегінен ажыратып аласыздар. Сүйегінен ажыратылған апельсинді арнайы қайнататын ыдысқа бір дестен қабығынан тазалап, өстіп қолмен тазалап саласыздар. Және де айтып тұрмын ғой, міндетті түрде апельсин өте жақсы піскен болса, ол қабығынан оңай ашылады. Өстіп әрбір апельсинді жеке-жеке дара-дара өстіп қабығынан тазалап аласыздар. Менде қабығынан тазартылған апельсиннің көлемі осындай 1 литр көлемінде шықты, яғни 2,5 килограмм апельсиннен 1 литр тазартылған, сүйегінен, қабығынан тазартылған осындай апельсин шықты. Сүйегінен тазартылған апельсин менде 1 литр шықты. Осы апельсинді отқа қойып, астына от жақтым, жайлап қайнайды. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңызша апельсиннің цедрасын немесе апельсиннің қабығын, яғни бір апельсиннің қабығын қоссаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Менде де апельсиннен шыққан қалдық осынша көлемде шықты. Мен бір дана апельсиннің қабығын алып, өстіп майдалап турап, үстіне бетінен сәл көбірек етіп су құйып, 15 минуттан 2 рет қайнатып, 2 рет қайнаған суынды өстіп төгіп тастадым. Сол кезде вареньеларыңыздың дәмі ащы болмайды. Қабықтың бар ащысы суына шығып, ол суды сіздер төгіп тастайсыздар. Апельсин вареньесі қайнап шыққаннан кейін мен өстіп татымына қарай шекер салдым. Және жарты сағат уақыт өткеннен кейін мен апельсиннің үстіне жаңағы апельсиннің цедрасын, яғни туралған қабығын салып, апельсинді 1,5-2 сағат қайнаттым. Осы кезде апельсинім қайнап шықты, дәмі өте әдемі болды. Және апельсин қайнап басқан уақытта және апельсин ыстық кезде бүйтіп вареньесін қозғасаңыздар, ол сұйық болып көрінуі мүмкін. Бірақ вареньені суытып, өшіріп, суытып, салқындатқан кезде вареньеларыңыз сіздердің қоюланады. Сондықтан өте қатты қою қылып қайнатудың қажеті жоқ. Қайнап шыққан вареньені мен алдын ала парланған осындай банкаға құйдым. Менде бар шыққан вареньенің мөлшері осындай, яғни 1 литрге жетер-жетпес мөлшерде болып шықты. Вареницаға құйған кездегі вареньенің түсі қандай тәбетіңді ашады, дәмі өте керемет, ерекше. Достар, қыз-келіншектер, сіздерге менің видео міндетті түрде ұнады деген ойдамын. Осы вареньені міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, подписаться дегенді басып, және де видео ұнаса лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңызды комментарий бөлімінде жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Арнамда келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Асел.